Армысыздар достар, бұл музей төрінде подкасты. Біздің бүгінгі құрметті қонағымыз белгілі ғалым, тарих ғылымдарының кандидаты Қанат Өскенбай, Қазақстан мен Орталық Азияның орта ғасырлық тарих туралы өте құнды ақпараттар береді деген сенімдеміз. Қош келдіңіз, Қанат аға. Рахмет, Айнұр ханым. Шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге рахмет. Жақсы, рахмет көп сізге шақырғаныңызға, осындай подкастқа қатысып, мүмкіндік беріп маған. Енді шамамыз келгенше Жауап беремін дейсіз ғой сұрақтарыңызға. Қиын сұрақтарға жауап береміз. 1998 жылы арман арқалап Алматыға келген екенсіз, иә? Семейдегі Шәкәрім университетін бітірдіңіз, одан кейін белгілі ғалым Манаш Қозыбаев ағамыздың алдына барып, сол кісі сіздің ғылыми бағытыңызды анықтап, сондай бір тарихи оқиғалар болған екен. Жалпы ол кісінің сіздің ғылым жолыңызға араласуы, сіздің өміріңізге, жалпы ғылыми жолыңызға қалай әсер етті? Рахмет. Жалпы Манаш Қабашұлы Қозыбаев туралы енді осындай әңгімемізді сол кісіден бастағанымыз өте орынды деп ойлаймын. Өйткені Манаш Қабашұлы енді қазақ халқының біртуар перзенті, ғұлама ғалым, атақты кісі, Қазақстан тарих ғылымына, жалпы Қазақстан тәуелсіздігіне көп үлес қосқан тұлға. Сондықтан ол кісінің әрине тек мен үшін емес, жалпы біздің еліміз үшін, жалпы тарих ғылымы үшін өте маңызды ол кісінің рөлі. Ал енді мен жеке өзімді айтатын болсам, әрине мен жеке өміріме де, ғылым жолына түсуіме де ол кісі тікелей ықпал етті. Енді нақты айтатын болсақ, сіз айтқандай 98 жылы мен Семейдегі педагогикалық университет, ол кезде Семей мемлекеттік университет деп аталысты. Сол университетті бітіріп, енді өз еркіммен өзім аспирантураға түсем деп Алматыға келгем. Ол кезде 90 жылдары жағдай басқаша, ғылымдағы жағдай қиын, мүмкіндік жоқ. Енді менде интернет қазіргідей жоқ. Сондықтан мен Семейдегі ұстазым бар, университетте сабақ берген, маған Амантай Исаұлы Исин деген атақты орта ғасырдың маманы. Сол кісі осындай Алматыда осындай ғалымдар бар деп, бәріне бір хат жазып берді. Осындай мен шәкіртім, осы кісіні қабылдандыр деп. Сосын айтқан тарихшыларына бәріне кіріп шықтым, бәріне. Бірақ ешқай жерде орын жоқ, мүмкіндігі жоқ. Әртүрлі себептермен солай болмады. Сосын тарих институтын білеміз ғой, бұрыннан білеміз. Манаш Қабашұлы Қозыбаев деген атақты академик жұмыс істейді, соны басқарады, сол институтты естігеміз. Енді барған кезде біресе күзетшілер жібермейді, біресе қызметкерлер жібермейді, сондай бір қызықты әртүрлі нелер болған. Сосын не болса да өзіне жолығайын деп ойлап жүргем, аңды жүрдім, бәрі кеткен кезде. Сосын пысықтық жасады дейсіз. Ешкім жоқ та, жүгіріп барып кабинетіне кірдім да айттым, Манаш Қабаш, сәлеметсіз бе, мен осындаймын деп. Сосын ол кісі қарапайым адам ғой, ешқандай не айтпайды, тыңдап бәрін. Сосын жақсы екен дейді. Мен айттым, мен орта ғасырмен қызығып жүрмін, осындай тақырыпта мақала жаздым, осындай тақырыппен айналысқым келеді деп айтып едім. Жақсы дейді, бірақ бізде жұмыс жоқ дейді. Жұмысқа сені қабылдай алмаймыз дейді. Бірақ егер де аспирантураға түсем десем, аспирантураға бәрімен бірге документтерін тапсырып. Негізі өзіңіздің мақсатыңызда аспирантураға түсу болды емес пе? Сондай. Енді басында еді ол кезде аспирантураға түсу де қиын болады. Ізденуші болып тіркелесің, сырттай бір оқисың, бірақ ондай сырттай оқығаннан кейін, ізденуші болғаннан кейін стипендия жоқ, жатақхана жоқ. Сондықтан Манаш Қабаш айтты, аспирантураға егер түссең, саған стипендия беріледі, көп емес. Бірақ енді ол кезде стипендия деген қазір мысалы ай сайын беріледі, айлықта беріледі ай сайын. Ол кезде енді айлықта емес, ол бір жылына бір рет берілетін. Кешігіп стипендиямызды бір 10-12 айда бір беретін, ай сайын бербейді. Сол кезде Манаш Қабаш айтқан, егер де сен орта ғасырмен айналсам десең, аспирантураға түсем десең, онда саған енді көмектесейік, документтерін өткіз деп, солай қабылдаған аспирантураға. Сосын енді ол кісінің де мақсаты
жалпы енді орта ғасыр ол кезде де қазір де орта ғасырлық тарих бізде зерттелмеген. Маман аз, ешкім барғысы келмейді. Орта ғасыр тарихты зерттеу әрине енді қиын. Сондықтан бәрі оңай тақырып іздейді. Ал енді мен андай тақырыппен өзім келіп отырғаннан кейін ол кісі айтады, ой, жақсы болды. Бізде тарих институтымызда осындай жаңағы жақсы мамандарымыз бар. Соның біреуі бөлім меңгеруші ол кезде Клавдия Антоновна Пищулина деген біздің ғалымымыз. Сол кісіге барып, сол кісіге не боласын, жаңағы сол кісі саған ғылыми жетекші болсын, қалған бәрін саған үйрететіп, сол кісі маған сондай не берген. Енді өз батасын Бағыт берді, иә, бағыт беріп, сол батасын беріп, үлкен бір не сондай не көрсетті. Жалпы осы орта ғасырлық тарихты зерттеудің тарих ғылым үшін маңызы қандай? Енді тарих үшін әр кезең маңызы зор. Сондықтан кез келген тақырып, кез келген мәселе, зерттелмеген мәселе болсын, ол әрине қазақ тарихы үшін маңызды. Ал енді орта ғасыр туралы айтатын болсақ, жалпы енді қазақ тарихындағы орта ғасырлық кезең ол 1000 жылды қамтиды. Яғни 5-6 ғасырдан басталып 17 ғасырда, 17 ғасырдың соңына 18 ғасырдың басына дейін жалғасады. Сондықтан бұл кезең өте маңызды деп айтуға болады. Өйткені қандай себептермен? Біріншіден, орта ғасыр кезеңінде қазақ даласы, жалпы ұлы дала деп айтамыз ғой. Ұлы дала кеңістігі, Еуразия даласында түркі тілдес тайпалар сол осы территорияны өзіне бағындырды. Яғни 6 ғасырда Еуразия даласында, ұлы далада түрік қағанаты құрылды. Өркениет құрылды. Түркі өркениеті басталды сол кезде. Көшпелі мал шаруашылық классикалық түрде дамыды сол кезде. Өйткені бұл сол орта ғасырда басталған кезең. Одан кейін түркі әлемі бірнеше мемлекетке ұласты деп айтуға болады. Яғни түркі қағанаты орнына оның мұрагерлері келді. Түргеш қағанаты, Қарлұқ қағанаты, Оғыз мемлекеті, Қимақ қағанаты дегендей бірнеше осындай ірі мемлекеттер пайда болды. Ал енді орта ғасырдың ортасында 13 ғасырда қазақ даласы Шыңғыс хан құрған империясының құрамына кірген болады. Сондықтан бұл Шыңғыс хан империясы енді бір үлкен қазан сияқты ғой. Осы бүкіл сол Еуразия кеңістігінде ұлы далада болған халықтарды бәрін сол қазанға салғандай болды. Содан кейін 15 ғасырда осы Моңғол империясы, Шыңғыс хан империясы ыдырағаннан кейін осы көптеген түркі тілдес тайпалар халық болып қалыптасты. Яғни қазіргі қазақ халқымыз, ноғай, қарақалпақ, қырғыз, өзбек, басқа да халықтар осы кезде мемлекеттердің бастауына негіз болды дейсіз. Сондықтан сондай бір әрине бір сондай ерекше маңызы бар кезең деп ойлаймын. Елеулі тарихи оқиғалар орын алды, соның бірі ол Алтын Орда кезеңі. Енді осы тарихи деректермен ең көп маманданған тарихшылардың бірі өзіңіз. Жақында орталық музейде білесіз, Алтын Орда экспозициялық зал ашылды, оның ғылыми тұжырымдамасын жасауға өзіңіз де атсалыстыңыз. Жалпы бүгінгі күні осы Алтын Орда тарихын елге жеткізу, насихаттау бізге не береді? Оның тарихи, қоғамдық, мәдени құндылығы қандай? Осыны айтайықшы. Жалпы енді бұл музейдің мақсаты ғой, осындай көпшілікке, келген адамдарға, қонақтарға біздің тарихымызды, мәдениетімізді түсінікті түрде жеткізу. Ал енді осы біз осындай залды дайындаған кезде біздің басты мақсатымыз Алтын Орда қазақ тарихында қандай орын алады. Одан бөлек қазақ хандығы осы Алтын Орда мемлекетінің тікелей мұрагері екенін көрсету. Яғни қазақ тарихына, Алтын Орда мемлекетін қазақ тарихына бір қадам жақындату. Байланыстыру, сол бізбен байланыстыру. Өйткені қазақ даласында әрине 1000 жылдық тарихта көптеген мемлекеттер болды. Әр мемлекеттің өзінің үлесі бар. Ал енді Алтын Орда болсын, ол ерекше бір ұлы империя болған. Оны
бәріміз білеміз. Сондықтан қазақ тарихына да үлесі зор деп айтуға болады. Ал енді бұл негізгі біздің ойымыз сол кезде жаңағы осы залды жасаған кезде, иә. Одан бөлек әрине соңғы жылдары Алтын Орда тарихы, Алтын Орда тарихына байланысты археологиялық зерттеулер көптеген жаңалықтарға ие болды. Соларды көрсетіп, осы біздің зал арқылы Қазақстан жерінде қандай археологиялық қазбалар жүргізілді, қандай жәдігерлер табылды, олардың бәрін көрсете білу енді біздің сол негізгі мақсаттарымыздың бірі болды. Ал енді жалпы бұл енді Елімізде тұңғыш иә рет ашылып отыр, иә, осындай экспозициялық зал Алтын Орда тарихына байланысты. енді біздің орталық музейімізде ондай зал, бір мемлекетке арналған зал жоқ. Ол жалпы Қазақстанда да жоқ, енді шетелде де ондай мен көрген емеспін барған жерімде. Жалпы музейде қалай енді кезең тарихты көрсетеді. Бұл жерде ежелгі заман, бұл жерде қазіргі заман дегендей, бұл жерде этнографиялық залымыз бар дегендей. Ал енді бір мемлекетке бір зал арналғанын мен көрген емеспін. Сондықтан бұл музейіміздегі осындай бір ерекше зал. Қазақстан тарихында енді бір 25-30 мемлекет болған тарихымыз бар ғой. Әр мемлекетіміз әрине үлкен ірі әртүрлі мемлекеттер болды. Ал енді соның ішінен біз Алтын Орда мемлекетін таңдап, осы мемлекеттің тарихына бір зал арнағанымыз меніңше өте жақсы үрдіс деп ойлаймын. 1950-60 жылдары белгілі ғалым Әлкей Марғұлан Жошқан мазаратына зерттеу жүргізді, иә. Кесенесі табылды деп жатты, сүйегі табылды деп жатты. Оған зерттеу жұмыстары жүргізілді ма, кешенді түрде жүргізілді ма, қандай жаңалықтарды атап айтар едіңіз? Жуырда біздің музейімізде ұлттық музей және Марғұлан атындағы археология институты бірігіп орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының негізін қалауына 80 жылдығы болды. Соған байланысты бізде музейде сондай бір көрме ашылды. Ал енді сол көрменің бастауы неде десеңіз, осы Жошы хан мазарынан бастау алады. Яғни алғашқы рет 1946 жылы Жош хан мазарында археологиялық қазба жұмыстар жүргізілді. Енді жалпы орталық Қазақстан археологиялық экспедиция бірнеше бағытта жұмыс істеді ғой. Негізгі бағыт көне заман. Бұл жерде қола дәуірі бар, ерте темір дәуірі бар, және орта ғасырлық дәуір зерттейтін топ болды. Отряд дейді ғой, бірнеше отряд жан-жақта жұмыс істеді. Бұл отрядтардың бәрін Әлкей Хақанұлы Марғұлан өзі басқарған. Бірақ енді әр отрядта өзінің жетекшілері болған, археологтар болған. Ал Жошы хан мазарын Героним Пацевич деген археолог болған, соған тапсырылған. Сол кісі қазба жұмыстарын жүргізген. Ал енді біздің көпшілік енді ондай археолог туралы не істеген туралы біле бермейді. Енді жалпы айтады, Марғұлан қазды дейді. Енді ол мысалы бізде қола заманында, қола дәуірінде мысалы Беғазы, Атасу, басқа да мысалы осындай көптеген археологиялық ескерткіштер бар. Оның бәрін әрине енді Марғұлан жетекшілік етеді, бірақ бәрін қазып үлгермейді ғой. Бірнеше отрядтар бар. Сондықтан да осы Жошы мазарында Пацевич отряды зерттеген. Ал енді ол кісі осы музейде 30-шы жылдардың басында Қазақстанға келіп, ол кезде Ресейден ғалымдарды жібереді ғой. Ол кісі Қазақстанға келіп, осы орталық музейде ғалым хатшы болып жұмыс істеген 30-шы жылдары. Солай деңіз? Иә, музейдің қызметкері болған, археологиялық жаңағы заттарды қабылдап, соларды жаңағы зерттеп, оларға карточка жасап, сондай жұмыстарды басқарады. Кейін ол бізде Жетісу археологиялық экспедиция болды, Талас археологиялық экспедиция болды. Кезінде Александр Бернштам деген атақты археолог болған осы. Бернштам. Сол кісі басқарған бірнеше археологиялық экспедицияға мына кісі де қатысқан. Героним Пацевич туралы айтқан себебім,
яғни бұл археолог, атақты археолог ол кезде, жасы да үлкен болатын. Жошы хан мазарының алғашқы археолог болып келіп, қазба жұмыстарын жүргізіп, енді археологиялық тәртіп бойынша қазба жұмыстарын жүргізген кезде олар күнделік жүргізеді. Не табылды? Енді мысалы қазір енді сандық дәуір ғой, бәрі фотоға, телефонға түсіріледі. Ондай заман ол кезде жоқ. Компьютерге жазады. Иә, ондай ол кезде жоқ. Бәрінде кәдімгі блокноттар болады. Блокнотқа жазып отырады. Бүгін біз сағат осындай уақытта қазба жұмыстарын бастадық деп. Сол күнделігі экспедициядан қайтып келгеннен кейін Алматыға отчетмен бірге, есебімен бірге өткізеді. Ол біздің осы уақытқа дейін архивте сақталған. Біз 21 жылы бір топ әріптестерім бар. Эма Радиковна Усманова, атақты археолог, Мұхтар Қожа, біздің археологымыз, мен бармын, Ирина Панюшкина деген Аризона университетінің профессоры, ол радиокарбондық, яғни радиокөміртекті деген зерттеулер бар археологияда. Сондай зерттеулер жүргізетін маман. Сол төртеуміз Жошы мазарына байланысты зерттеу жүргізгенбіз. Жошы хан мазарын зерттелу деген тақырыпта. Мына кітапта бар ғой деймін, сол кезеңдер. Сол осы біздің біріккен жұмысымыздың нәтижесі осы кітап. Жошы хан мазары зерттелу тарихы деген кітап. Бұл кітапта 201-ші бет-бет, 203-ші бет-бет, сол жерде біз жаңағы сол архивтан табылған Героним Пацевичтің күнделігін жариялаған болатынбыз. Иә, дәл сол. Осы күнделік, кәдімгі мынау мұқабасы, ішінде жазған нелері бар. Қалай қазған, қандай заттар табылған. Айта кететін бір ерекше мәлімет, ол екі қабір қазылды. Сол екі қабір олардан бұрын тоналған. Тоналған кезде заттары ішінде араласқан. Бір қабірден екінші қабірге кеткен заттар бар. Сондықтан қалай ол негізінде қалай болған, қай заттар қай қабірде жатқанын біз оны нақты айта алмаймыз. Бірнеше сондай материалдық заттар табылды, онан бөлек адамдардың сүйектері табылды. Кейін оны әрине Марғұлан, Әлке Хақанұлы Марғұлан басқарған экспедиция бүкіл заттарды жаңағы зерттеп, археологиялық тұрғыдан, басқа антропологиялық тұрғыдан да зерттеп жасаған, зерттеу жұмыстарын жүргізген. Орталық музейде сол кейбір заттары әлі күнге шейін сақтаулы. Кейін бірақта енді қайтадан көмілді. Одан кейінгі археологиялық қазба жұмыстар ол жерде жүргізілген жоқ. Неге? Енді әртүрлі басқа себептермен басқа жұмыстар болды, басқа археологиялық экспедициялар болды. Ал Жошы хан мазарына байланысты тек архитектуралық зерттеулер жүргізілді. Неге мұндай Жошы хан мазары салынды, қазақ даласында қандай археологиялық, архитектуралық дәстүрмен салынды, соның бәрін зерттеген архитектор ғалымдарымыз болды. Оның Жошы хан мазары екенін ғалымдар қалай анықтады? Оның сүйегін толық зерттеп білмесек? Иә, ол жерде... Расымен де ол жерде Жошы хан болған деп айта аламыз ба? Жошы хан, енді ол жалпы Жошы хан өмірі мен қызметі туралы бізде мәлімет аз. Қайда болған, қайда қайтыс болған, қай жерде жерленген туралы бізде ондай нақты ақпарат жоқ. Бірақ енді кейбір тарихшылардың пікірі бойынша Жошы хан Ұлытау даласында жаңағы болып, осында жерленген деп айтады. Олар қандай дерекке сүйенеді? Яғни Жошы хан 13 ғасырдың бірінші ширегінің аяғында, яғни 1225 жылы қайтыс болды. Ал Жошы хан мазары деген атау деректерде алғаш рет 1500
1982 жылы Хафиз Таныс деген орта ғасырлық тарихшы, Шарафнаме Шахи деген еңбек жазады. Сол еңбекте Жошы хан мазарын бірнеше рет атайды. Біз дейді Жошы хан мазарының қасында тоқтадық, біз Жошы хан мазарының қасында қондық, сондай мәліметтер айтады. Бірақ Мазаратқа түнеу сол кезден келе Иә. жатқан үрдіс екен ғой онда, иә, Иә. қазақтың халқында. Әрине, бірақ та неге ол Жошы хан деп аталады? Кім бұл мазарда жерленген, ол жазбайды. Бірақ енді басқа бізде тарихи тұлға ол кезде жоқ. Жошы хан деген атаумен ешкім бізге тарих беттерінде, тарихи шығармаларда ондай тұлға жоқ басқа. Сондықтан әрине Жошы хан деп бұл жерде Жошы хан жерленді деген пікір қалыптасты. Біріншіден. Екіншіден, архитектуралық жағынан бұл мазардың салыну дәстүрі бойынша бұл 14-15 ғасырлық дәстүрге жатады. Яғни сол кезде қалыптасқан тимуридтік стиль деген бар. Тимуридтік стильмен салынған. Сол кезде енді Қазақстан ең үлкен ескерткіші Түркістан қаласында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Қожа Ахмет кесенесі, өзіңізді білесіз, ол тікелей Әмір Темірдің тапсырмасымен салынған кесене. Сол кісінің идеясымен, сол кісінің жіберген архитекторлары салған. Ал енді сол Түркістанда салынған ғимараттар, діни ғимараттар болсын, Самарқан, Бұхара, басқа қалаларда салынған ғимараттар, олар бір-біріне ұқсас стильде салынған. Ал енді біздің орталық Қазақстанда, яғни қазіргі Ұлытау облысында орналасқан Жошы хан мазарда сондай архитектуралық стильмен салынған. Яғни оның салынған уақыты сол 14-ші ғасырға жатады деп сондай пікір айтылған. Жалпы енді осы Жошы хан мазарында Жошы хан жерленген деген пікірді алғаш рет айтқан Әлкей Хақанұлы Марғұлан болады. Енді ол пікір ретінде айтты ғой, қазба жұмыстарын жүргізді, есебін қарады, соның бәрін қорыта отырып, ол қорыта есеп жазған кезде солай айтқан. Осы Жошы хан мазарында Жошы хан және оның бәйбішесі жерленген дейді. Олай ойлаған себебім Марғұлан жазуы бойынша, аңыз бойынша дейді, Жошы хан құландарға аңға шыққан кезде қайтыс болды дейді. Бізде өзімізде, сіз білесіз, Ақсақ Құлан Жошы хан деген күйіміз бар, соған байланысты. Сол Жошы хан құланға аңшылыққа шыққан кезде қайтыс болады. Одан дейді тек бір саусағы қалады, бір аңыз бойынша, бір қолы ғана қалады дейді, немесе қолы қалмайды деген әртүрлі аңыздар бар. Енді әр аңыздың бір нұсқасы бар өзінің, сондықтан әртүрлі жазылады. Сондықтан дейді, бұл қабірдің ішінде қолының сүйектері жетпейді дейді. Сол себептен бұл жерде Жошы хан жерленген деген бір болжам ретінде пікір айтқан. Бірақ енді Марғұлан, Әлкей Хақанұлы Марғұланның сондай пікірі кейін бізде бір қалыптасқан пікір болды. Ал жорыққа шығып қайтыс болғаны туралы да нақты тарихи деректер бар ма ол кісінің? Тарихи деректерде ондай айтылмайды, қалай қайтыс болды, неден қайтыс болды. Енді ол кезде жазылған бірнеше тарихи шығарма бар. Жошы хан қалай қайтыс болды, неден қайтыс болды. Енді мысалы сол моңғолдарға қарсы жазылған шығармалар бар. Олар айтады, мысалы, Жошы хан әкесімен келіспей, әкесіне қарсы шығып, содан әкесі оған бір нелерді жіберіп, оны өлтірсін деп тапсырма берген деп, сондай бір әдейі өсек тарататын да сол кезде. Солардың арасында сондай не қақтығыс болғанын көрсеткісі келіп. Алтын Орда тарихын құнсыздандыру үшін, иә? Иә, Жошының мұрасын құнсыздандыру үшін әрине сондай әртүрлі себептермен айтылған. Енді басқа деректер бойынша өз өліммен қайтыс болды дейді. Жалпы енді қай жерде жерленгені туралы бізде нақты ақпарат
нақты дерек жоқ. Ал енді Жошы хан мазарына келетін болсақ, кейін оны 90-шы жылдары біздің археологтарымыз қайта қазды. 80-ші жылдары архитектуралық жаңағы қалпына келтірді, реставрация жасалды. Қазіргі көрінісі ол сол кезде жасалды. Яғни 40-шы жылдары Марғұлан экспедициясы жұмыс істеген кезде ол жерде әрине көрінісі басқа болатын. Ол енді қирап қалған, андай бір нашар неде болған, жағдайда болған. Кейін оны қалпына келтіріп, әдемілеп жасады. Көк күмбезін жасап, қалпына келтірді. Соны қазіргі көрінісі сол кезде жасалды. Ал 90-шы жылдары біздің археологтарымыз, Жұман Егінбайұлы Смайылов деген археолог өз археологиялық тобымен сол Жошы мазарында қазба жұмыстарын жүргізді. Тағы да сол сүйектерін алып, зерттеп қараған. Бірақ енді ол кезде де бұрын да бізде қазіргі әдістер болған жоқ. Генетикалық дейді, ДНК анализ алу үшін басқа да бір анализдер ол кезде бізге қол жетімсіз болды біздің археологтарымызға. Кейін енді біздің заманымызда үшінші рет қазылып, жаңағы ДНК-лық зерттеулер жүргізілді, генетикалық сүйектеріне байланысты. Бірақ енді ол мысалы қазіргі заман болса, тіпті Жошы ханның бет бейнесін қалай болғанын біліп алар едік, сол сүйектерге қарап. Егер дәл сол кісінің сүйегі болса. Енді ондай жаңағы реставрация жасау үшін сүйектері толық сақталу керек. Тек қол сүйегі сақталған ба сонда? Бас сүйегі сақталу керек. Ол бас сүйегі дұрыс сақталған жоқ. Мазараттан қол сүйегі табылды деп естідік. Жоқ, сүйегі табылған ғой. Екі адам сүйектері табылған. Бірақ жаңағы бас сүйегі сақталған жоқ дейді. Одан бөлек, мысалы, қазіргі кезде генетикалық зерттеулер жүргізген кезде, біз енді ол жерде Жошы ма, Жошы емес пе нақты дәлелдеу үшін, біз біріншіден Жошының әкесін білу керекпіз. Оның ДНК-сы бізде болу керек. Немесе Жошының ұлдарының ДНК-сы бізде болу керек. Біз оны қалай дәлелдейміз? Жарайды, біз енді сондай генетикалық үлгілерін алдық. Ал енді оны алғанмен біз оны кіммен салыстырамыз? Оны бір нәрсемен салыстыру керек қой. Ал енді бізде ондай мүмкіндік жоқ. Бірақ енді сол генетикалық зерттеулер жүргізілді. Мен оны жақында бір мақаладан оқығам бар. Енді біздің кітабымызда біз сүйегін зерттеген жоқпыз. Бізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Біз тек жаңағы Жошы өзінің мазарын ғана зерттедік. Яғни сол Жошы хан мазарында ағаштың үлгілерін алғанбыз. Қабірінде сақталған ағаштың үлгісін алдық. Табалдырығы бар. Табалдырығынан бір ағаш үлгісін алдық. Сыртынан бір ағаш үлгісін алдық. Сол ағаштардың радиокарбондық зерттеу жүргізген кезде бізде сондай бір 3 дата шықты. Сол даталар енді біреуі 13-ші ғасырдың екінші жартысына жатады, екеуі 14-ші ғасырға жатады. Сол шамамен сол 13-ші ғасырдың аяғы, 14-ші ғасыр деп көрсетіледі. Сол кезде салынған екені нақты белгілі болды. Нақты белгілі болды. Ал енді ол жерде нақты Жошы хан жатыр ма, Жошы емес пе, бізде енді ондай нақты факт жоқ. Бірақ енді жалпы тарихта андай жады орны деген ұғым бар. Жаңағы зиярат жасалады, адамдар келеді, туристер келеді, бұл жерде Жошы хан жерленді дегенде. Сондықтан енді ол жерде Жошы хан сүйектер бар ғой. Нақты оны Жошы хан ба, Жошы хан емес пе, оны ешкім жауап бере алмайды. Бірақ солай қалыптасты. Дегенмен солай қалыптасқан ол қалыпты дүние тарих ғылымы үшін, солай қалыптасты, солай біз оны ойлаймыз, солай есептейміз, сондықтан солай айтуға да болады. Мысалы, осы күнге шейін біз Шыңғыс хан қай жерде жерленгенін білмейміз. Енді қаншама ғалымдар жан-жақтан оны іздемекші, Шыңғыс хан жаңағы қазынасын таппақшы, сондай бір неше түрлі идеялар айтылады. Шыңғыс хан анда жерленді, мында жерленді. Күнде бір жаңалық шығады ғой сондай Шыңғыс ханға байланысты. Ал енді мысалы моңғолдар Бұрхан халдун деген қасиетті таулар бар. Шыңғыс хан осында жерленді дейді да, соған жаңағы сиынып сондай бір нелер бар, дәстүр бар. Енді ол жерде бар ма, жоқ па? Енді халық арасында мынандай да аңыз тарады ғой, Шыңғыс ханның мазаратын ашуға болмайды.
оны Иә. ашқан жағдайда әлемде соғыс болып кетуі мүмкін деген секілді де. Енді мысалы баяғыда әмір темірдің де Иә, оның да солай мазары айтылды. сондай 41 жылы қалай жаңағы Мгм. әмір темірдің қабірі ашылды, содан соғыс басталып Соғыс кетті. басталды. Бірақ соғыс 41 жыл емес қой, соғыс 39 жыл басталды ғой. Аха. Соны ескеру керек. Сондықтан бұл енді әртүрлі сондай не десе еді, мифтер ғой. Олардың Шыңғыс ханның да Жошы ханның да туған жылына байланысты да нақты дерек жоқ, иә? Ол ғалымдар арасында әлі де дау туғызады. Бұл енді тарих ғылым үшін қалыпты дүние ма? Иә, енді көп менен жаңағы сұраған кезде айтады да, мысалы тарих ғылымы дейді, бұрыннан келе жатқан дау ғой, тарих ғылымы дейді, ғылым емес дейді. Өйткені мысалы математика, физика болсын, ол жерде нақты Сан бар. иә, сан бар, 2 қоссаң 2, 4 болады дегенде мысалы формула бар, немесе жаңағы жаратылыстану ғылымдарында эксперимент деген бар, оны қайталауға болады дегендей. Ал тарих ғылымында ондай заңдар жоқ, ондай формула жоқ, эксперимент деген қиын деп жоқ. Сондықтан сендердің айтқандарың қалай дәлелдейсіңдер? Әрине тарих ғылымының өзінің әдістемелері бар. Яғни ол жаңағы деректанулық бір саламыз бар. Сол әртүрлі деректерді алып, бір-бірімен салыстырып, соның ішіндегі шындықты тауып, соны дәлелдеп көрсету. Ал енді Шыңғыс хан дәуірі, яғни ол орта ғасырлық дәуір болғандықтан, бізде деректері аздығына байланысты, біз енді нақты осындай жылы туды, осындай жылы қайтыс болды деп кесіп айта алмаймыз. Неге десеңіз, мысалы, Шыңғыс ханның ұрпақтары 14-13 ғасырдың екінші жартысында Иранда Хулагу мемлекетін құрған болды. Илхандар мемлекеті. Құлағу. Иә, Илхандар мемлекеті. Сол Ирандағы болған Илхандар мемлекеті хандардың тапсырмасымен Қазан ханнан бастап, Қазан хан сол Хулагудың ұрпағы, олар сол Ирандағы тарихтыларды жинайды да тапсырма береді. Қазан ханның уәзірі болған Рашид-ад-Дин деген, Фазлаллах Рашид-ад-Дин. Ол өзі тарихшы, өзі саяси қайраткер, соған тапсырма береді, осындай тарихты жазып бер, біздің тарихымызды. Ол Жамиат-Тауарих деген, жылнамалар жинағы деген үлкен 4 томдық еңбекті жазады. Ол біздің уақытымызға дейін сақталған, қазақ тіліне аударылған, орыс тіліне, ағылшын тіліне, бүкіл әлем тілдеріне аударылған, жарияланған, жақсы зерттелген тарихи дерек. Көбіне соған сүйенесіздер. Көбінесе тарихшылардың бәрі соған сүйенеді, яғни ол бәрін қамтыған. Сол дерек бойынша Шыңғыс хан туған жылы 1255 жыл көрсетілген. Біздің санауымыз бойынша, ол кезде Европалық санау жоқ. Ал енді басқа да деректер бар, сол кезде жазылған. Мысалы, Моңғолия мен көрші елде Қытайда, о жақта да Шыңғыс хан ұрпақтары мемлекет құрған. Яғни Юань империясы деген. Иә, Хулагудың ағасы Хубилай деген хан Қытайды жаулап алғаннан кейін сол жерде Юань империясын құрған. Сол Юань империясының императорлардың, билеушілердің тапсырмасы бойынша сол династияның, яғни сол мемлекеттің тарихы жазылған. Ол кейін Юань империясы құлағаннан кейін барып, Юань империясының орнына Мин деген империя келген. Мин династиясы, Мин әулеті. Сол Мин әулеті кезінде сол Юаньның тарихы жазылып шығарылған. Ол Юаньши деп аталады. Яғни қытайшадан Юань әулетінің тарихы деген сөз. Сол Юаньшида басқа даталар көрсетілген. Шыңғыс ханның қайтыс туған жылына байланысты. Одан бөлек, енді моңғолдардың өздерінде моңғолдардың құпия тарихы деген қолжазба табылған кезінде оны аударған, зерттеген көптеген ғалымдар. Ол жерде де басқа пікір айтылады. Сондықтан қазіргі тарихшыларымыз сол пікірлердің бәрін, айтылған деректердің бәрін ескере отырып, бәрін бір-бірімен салыстырып, Шыңғыс хан туған жылы 1162 жыл деп көрсетеді. Сол себептен бізде осы біз жалды жасаған кезде Шыңғыс хан туған жылын солай көрсеткенбіз. 1162 жыл дүниеге келді, Шыңғыс хан дүниеге келді деп. Ал енді Шыңғыс хан біз оқыған тарихта сол
1255 деп жазылды. 1155. 1155 ол деп. Рашид ад-Диннің Рашид ад-Дин шығармасында шығармасына сүйенген, иә. Ал енді мысалы тарихшылар Шыңғыс хан үйленген кезі, оның әкесінің үйленген, қайтыс болған жылдарын, балалардың туған жылдарын бәрін салыстырып, ескере отырып, санап, солай жаңағы 1162 жыл деп айтты. Бір ортақ келісімге келгендей болды дейсіз Иә. ғой, иә? Ал дегенмен осындай 2-3 жыл бар. 55, 62, 68 деген. Енді оның бәрін ескеру керек. Ал енді тарихта ондай математикадағыдай нақты жаңағы цифр жоқ, айтылады әртүрлі пікірлер. Енді қайтыс болған жылына әрине ол жерде дау жоқ, өйткені көптеген деректер бір-біріне сәйкес келеді, бәрі 1227 жыл деп көрсетеді. Ал енді мысалы қараңыз, Шыңғыс хан ұлы империяны құрған адам, ол туралы бәрі жазған, әрине бәрі біледі. Соның мысалы туған жылын, өлген жылын біз енді нақты білмесек, ал Жошы тіпті оның ұлы ол туралы аз жазылған. Сондықтан да бізде оны мысалы қай жылы туған нақты 100%-пен айта алмаймыз. Дегенмен сіз айтасыз, Жошы хан көбінесе сол Шыңғыс ханның көлеңкесінде қалып қойған оның тарихи тұлғасы. Иә. Жошы ханның тарихи тұлғасын қайта жандандыру, оны қазақ қоғамында насихаттау тағы да біз үшін несімен маңызды? Әрине дұрыс айтасыз. Бұл Жошы хан әкесінің көлеңкесінде қалу себебі, бірнеше себебі бар. Әрине әкесінің авторитет, әкесінің жасаған империя құрғаны, сондай үлкен жорықтарды жан жаққа жасағаны, әрине ол үлкен тарихи тұлға. Ал енді оның ұлдары, енді біздің 4 ұлын айтамыз, бәйбішесінен туған, Жошы, тұңғышы, Шағатай, Өгедей, Тұлой, 4 ұлы болды. Әрине ол әрқайсысы туралы енді деректер көп айтпайды. Әсіресе Жошы хан туралы да. Біріншіден. Екінші себептен Жошы хан ерте қайтыс болды. Ерте қайтыс болғаннан кейін. Шамамен қанша жасында? Мен пікірім бойынша Жошы хан, біз енді кейбір тарихшыларымыз айтатын, Жошы хан 6 ай Шыңғыс хан қайтыс болғанына дейін 6 ай бұрын қайтыс болды дейді. Яғни мысалы Шыңғыс хан 1227 жылдың тамызында қайтыс болса, онда Жошы хан дейді сол жылдың ақпан айында қайтыс болды дейді, біздің санауымыз бойынша. Ал енді мен басқа деректерді қарап, солардың бәрін салыстырып, өз пікірімді айттым. Яғни Жошы хан 1225 жылы қайтыс болды. Яғни әкесінің қайтыс болғанына 2 жыл бұрын. Ал енді Жошы хан дүниеге келу, ол да даулы бір дата. Әртүрлі даталар айтылады. 1182 жыл деп айтылады, 82-83 жыл деп айтылады. Енді бізде сол бір ортақ бір датаны қойдық. Енді шамамен сол ар жағында неше жыл, 15 жыл, бер жағында 30 жылдай, сондай бір 40-45 шамасында солай. Бірақ енді ол орта ғасырлық санау бойынша сол кездегі 40-45-ке жету деген үлкен жас негізі. Үлкен жас, 30 жастарында марқұм болып кеткен деп айтады, көбінесе. Бірақ енді ол әкесінен бұрын қайтқаннан кейін, сондықтан көп. Сол кездегі орта жас өзі 30 жас болды емес па? Енді шамамен. Шамамен, солай деп айтуға болады. Енді сосын мысалы Шыңғыс хан туралы көптеген енді көпшілікке арналған кітаптар жазылды, фильмдер түсірілді. Енді Жошы ханға байланысты ондай көп нәрселер жоқ, өйткені оның ұлы ерте қайтыс болды дегендей. Ал енді соңғы кездері біздің республикамызда Жошы хан туралы, жалпы Алтын Орда туралы көп айтылып жүр. Оның жалпы енді әрине Жошы ұлысының, Жошы ханның ол құрған мемлекеттің, яғни Жошы ұлысы, Алтын Орда дейміз, Қазақстан тарихы үшін маңызы үлкен. Сондықтан Жошының да маңызы осыдан шығады деп ойлаймын. Ал енді мысалы бір айта кету керек бір нәрсені, кейбірлер қазірде мысалы көп сын айтып жүреді ғой.
бізге дейін осы уақытқа дейін жошы туралы ешкім жазған жоқ, Алтын Орда зерттелген жоқ, жаңағы бұл тақырып ешкімге бермеді, совет үкімет кезінде қысым жасалды дегенде әртүрлі пікірлер болады. Енді бұл асыра сондай бір айтылған нәрселер деп ойлаймын. Зерттеліп жатыр дейсіз ғой. Зерттеліп жатыр. Өйткені мысалы, енді жарайды, біздің бәріміз Алтын Орда деп көпшілік айта бастаған кезіміз, яғни 2019 жылы бізде Алтын Орданың 750 жылдығы деп мерейтой өткізілді. 2019 жылдан бастап айтылып жатыр. Ал енді мысалы мен бұл тақырыппен айналысып жүргеніме 30 жыл болды. Сонда мен осы уақытқа дейін не істедім Алтын Орданы зерттемегенде? Мысалы мен 2003 жылы диссертация қорғадым, одан кейін кітап шығардым. 2003-ке дейін аспирантура, жалпы осы тақырыппен шұғылданған кезім 95 жылдан бері бастап кездесті. Енді зерттеліп жатыр ғой. Мысалы мен айтпай қойсақ та, мысалы менің ұстаздарым бар. Кандидаттық диссертациям ғылыми жетекшім Клавдия Антоновна Пищулина өмір бойы зерттеп жүрген. Ол яғни институтқа бізде ғылым академиясының құрамында тарих және археология және этнография институты деген бар. Ол кісі 1959 жылы сол институтқа қабылданған. Ол Мәскеу мемлекеттік университетінің тарих факультетін бітірген. Одан кейін сол Мәскеу университетінің құрамында шығыс тілдер институты деген болған. Кейін ол Азия және Африка елдерінің институты деп аталып кетті. Институт стран Азии и Африки. Сол институты оқып бітірген, ол жерде парсы тілін әбден меңгеріп, өмірінің соңына дейін осы тарихты зерттеді. 59 жыл Қазақстанға келіп, осында жаңағы сол парсы тілінде жазылған деректердің бәрін оқып, оны терегін аударып, ғылыми айналымға енгізіп жасаған. Сол жылдан бастап Алтын Орда орта ғасыр тарихын зерттеп келе жатыр ғой, мысалы. Ал бізде 1968 жылы Григорий Федорович Дахшлейгер деген үлкен ғалым болған. Сол кісінің кітабы шыққан. Совет Қазақстанның историографиясы, тарихнамасы деген, историография Советского Казахстана деген кітап шыққан. Сол жерде ол кісі жазды. Қазақ тарихшыларының пікірінше, Ақорда қазақтың алғашқы мемлекеті. 68 жылы. Мысалы, мен жетекшімнің кітабы 1977 жылы шыққан. Сол кітапта жазылады. Қазақтың алғашқы мемлекеті Ақорда. Біз ғасырлар бойы өзіміз сол Алтын Орданың мұрагері екенімізді айтып келе жатырмыз. Тіпті кеңес үкіметінің кезінде де біз оны айтудан жалыққан жоқпыз. Бірақ қазір ол кәдімгідей кең үрдіс алды, Қазақ хандығы мысалы орта еженнен тарады деп жатады, тағы да басқа тұжырымдар бар. Біз енді сол тарихты кеңірек насихаттауымыз керек сияқты, қалай ойлайсыз? Насихат. Енді тарихты насихаттау бір бөлек, тарихты зерттеу бір бөлек. Енді мен мысалы тарихты зерттеу туралы айтып отырмын. Осындай зерттеулер болды, осындай жаңағы идеялар айтылды. Ақорда дегеніміз, яғни ол Алтын Орданың құрамындағы мемлекет, шыққан мемлекет қой. Ол да Алтын Орданың бір мемлекет. Сондықтан сол кезде де солай айтылды. Одан кейін мысалы 90-шы жылдары көптеген бізде зерттеулер шықты. Соның ішінде Зардыхан Қинаятұлы деген біздің тарихшымыз болды. Ол кісі 90-шы жылдардың басында Моңғолия елінен көшіп келді. Моңғолияда ол негізі үкімет басқарған адам. Демократиялық реформалар жүргізген адам. Моңғолия елінің премьер-министрі болған. Бірақ енді 90-шы жылдардың басында өзі қазақ болғаннан кейін жаңағы еліме қайтайын деп осы Қазақстанға көшіп келгенде сол тарих институтында жұмыс істеді. Мен айтып отырған себебі қаншама том кітаптар шығарды ғой. Ол кісі бірнеше кітап шығарды, соның біреуі Жошы хан және қазақ мемлекет деп аталады. Яғни ол сол осы тақырыпқа арналған ғылыми еңбек, ғылыми академиялық еңбек болып есептеледі. Сондықтан Жошы хан өмірі, оның қолбасшылық қызметі бәрі зерттелген деп айтуға болады. Енді әрине тағы да жалғастыру керек, тағы да зерттеу жүргізу керек. Бірақ енді мен айтып отырған себебім
зерттелмеді, М, бұған жаңа тыйым салынды деген сөз ол артық. артық. Иә, ол зерттелді, Мгм. оған ешқандай бір сондай бір қатты тыйым салынған жоқ. Әрине ол кадрлардың тапшылығы болды, маман аз. Мгм. Бәрі енді оңай тақырыппен шұғылданғысы келеді. Жаңағы 20 ғасырдың тарихы немесе Оңайырақ. иә мысалы совет кезінде бәрі жаңағы партияның тарихын жазатын. Коммунистік партияның тарихын жазатын. Бір мысалы съездің тапсырмасын алады да соны жазады мысалы. Кейін бізде қазіргі тәуелсіздік Қазақстан туралы жазатын диссертациялар көбейіп кетті мысалы. Елбасының жолдауы дегендей, тәуелсіздік Қазақстанның осындай жылдары дамыған кезеңді бір нәрсе деп сондай бір зерттеулер. Әрине ол керек, бірақ дегенмен ондай зерттеулер көп болып кетті. Ал енді мысалы ерте дәуірлерді, орта ғасырда болсын, басқа кезеңдерді бізде зерттейтін мамандар аз болды. Күрделі кезеңдерді зерттейтін де мамандар. Енді мысалы мен жетекшім туралы айттым ғой. Ол кісі парсы тілін және орта ғасырлық түркі тілін маманы болатын. Орта ғасырлық түркі тілі дегеніміз ол шағатай тілі. Орта ғасырлық шағатай тілі болған. Сол кездегі деректер Қазақстан тарихына, Қазақстан орта ғасырлық тарихына, Қазақ хандығы тарихына байланысты деректер араб, парсы және шағатай тілдерінде жазылған. Ал енді мысалы біз егерде Алтын Орда немесе Қазақ хандығының тарихын жазамыз десек, онда сол деректерді біз оқу керекпіз. Сол тілдерді білулеріңіз керек. Сіз тікелей оқи аласыз ба арабшадан? Жоқ, мен парсшаны студент кезімде, одан кейін аспирантура кезімде оқыған парсша деректерді жаңағы енді оқып сөздікпен аударуға тырысатынмын. Бірақ енді оны жетік білу үшін арнайы жаңағы мен жетекші сияқты шығыстану факультетінде оқып, жаңағы әбден меңгеріп алған маман болу керек. Сондықтан бұл жағдай жан-жақтылықты қажет етеді. Иә, жан-жақтылық қажет етеді. Одан мысалы Қазақстан тарихына байланысты, Қазақстан орта ғасырлық тарихына байланысты сондай деректер әртүрлі тілдерде жазылған. Одан бөлек олар әртүрлі мемлекеттерде осы күнге шейін архивтерінде сақталған. Мысалы араб елдерінде, Иран елдерінде, Қытайда, Еуропада, мысалы бізде көп айтылады ғой, Ватикан архивінде сақталған деп мысалы. Енді оның бәрін мысалы зерттеу үшін сондай арнайы дайындық керек. Кешенді. Иә, ол тілдік жағынан да, тарихи методологиялық жағынан да сондай дайындалып барып зерттемесе қиын. Ол үшін бірігу керек шығар, шығыстанушылар. Иә, сол себептен де бізде сол кезеңді зерттейтін тарихшылар аз. Ал енді мысалы қазіргі заман зерттейтін болсақ, ол жерде ондай тіл көп тіл білудің қажеті жоқ. Ал енді мысалы мен жетекшім бір нәтижесі, еңбектердің бір нәтижесі, ол сол тілдер жазылған деректерді, яғни парсы, түркі тілдерінде жазылған деректерді аударған. Яғни басқа тарихшылар соны оқып білсін деп. Мысалы 1969 жылы Алматыда тарих институтында материалы по истории казахских ханств деген үлкен кітап шыққан. Сол кітаптың ішінде 16 парсы түркі тілінде жазылған деректерді алып, ішінде қазақ деген сөздер бар жерлерін бәрін аударып жариялаған болатын. Осы күнге шейін ол кітап тарихшылар үшін құнды дерек болып есептеледі. Өйткені мысалы қазақ хандығын, орта ғасыр тарихын зерттеймін деушілерге сол кітапты алады, сол кітапта қаншама дүние бар. Одан бөлек енді басқа да тарихшылар түрлі деректерді аударды. Ол да енді мысалы біреу Қытай тілін біледі, біреу жаңағы латын тілін біледі, біреу араб, парсы тілдерін біледі. Сол жаңағы деректерді сол тілдерден қазіргі тілдерге аударады. Мысалы ағылшын, орыс тіліне, қазақ тіліне. Мысалы бізде көп жылдар бойы мәдени мұра бағдарламасы болды. Сол бағдарламаның жаңағы аясында бізде көптеген шетелдік деректер аударылды. 10 том орыс деректері шықты, 10 том батыс деректері шықты. Одан бөлек Қытай деректері басылып шықты. Одан кейін моңғол тіліндегі жазылған деректер шықты. Ол бәрі бізге тарихшыларға үлкен көмек. Президенттің өзі айтты, шетел архивтерінен біз нақты деректерді зерттеп, тіпті жаңағыдай тарихи экспонаттарды елге әкелу жөнінде де біздің ғалымдарымыз еңбек ету керек деп. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді ол
әртүрлі мекемелер сол тақырып бойынша жұмыс істейді ғой. Бізде енді арнайы мекемелер бар, мысалы қолжазба орталығы бар, архив, орталық мемлекеттік архивіміз бар, орталық кинофото құжаттар архивіміз бар. Енді олардың сол өздерінің кісілерге салалар тиесілі. бойынша өздері жұмыс істейтін шығар, енді жан жаққа экспедицияларға барады. Енді бірақ бір нәрсені ескеру керек. Мысалы біздің жаңағы осындай экспедицияға қатысатын адамдар шетелге барған кезде олар бізде не бар, не жоқ, немене зерттелді, қандай деректер зерттелмеді, соның бәрін біліп бару керек. Біздікілер мысалы көбінесе барады, сол жаңағы деректерді алады да қайтадан алып келеді. Ол бізде бар нәрсе. бар нәрсе. Сондай болмау үшін ол сол тақырыпты зерттеп бару керек. Сондықтан ол бекер бармау үшін. Сосын мысалы бізде көбінесе айтады, соңғы жылдары ана Ватикан архиві деген көп айтылады. Ватикан архивінде осындай көптеген деректеріміз бар. Біздің тарихымыздың мүлдем басқа тұрғысынан ашады деп айтылады. Ал енді қазақтар жарайды оны білмейді, бірақ енді әлемдік тарихшылар Ватикан архивін жақсы зерттеген. Ол жердегі Шыңғыс хан империясына байланысты деректердің көбі жарияланған, аударылған, ғылыми айналымға енгізілген. Сондықтан үлкен бір жаңалық ашам деушілерге енді ол жерде қиын. Сондықтан енді ол әрине ізденістерді жүргізу керек, жұмыстарды жалғастыру керек. Бірақ мен айтып отырған сол не бар, не жоқ, соның бәрін біліп, сосын барып ары қарай іздену керек. Одан бөлек енді мысалы материалдық заттарды, енді мысалы кезінде жарайды біздің Түркістандағы тайқазанымыз қайтарылды, иә. Өзбек Жәнібектің еңбегімен, абыройымен кезінде қайтарылған Түркістанға. Одан бөлек басқа бізде қаншама заттарымыз бар. Мысалы Алтын Орда кезеңіне жататын Ұлытауда Алтын шоқы деген жерде Қаныш Имантайұлы Сәтбаев кезінде Әмір Темірдің тасын тапқан. Үлкен тас, ол таста Әмір Темір Тоқтамысқа қарсы жорық жасаған кезде сол таста өзінің жазуын қалдырған. Мен Әмір Темір осындай жаңағы мемлекеттің басшымын, Тоқтамысқа қарсы жорыққа аттандым деген, осы менің жорығым, менің істерім тарихта қалсын деп сондай жазу қалдырды. Оны сол Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сол Ұлытау, қазіргі Ұлытау облысында, ол кезде Жезқазған облысында тапқан. Кейін оны жаңағы үлкен кранмен тиеп, үлкен тас қой ол. Үлкен кранмен тиеп Санкт-Петербург тегі мемлекеттік Эрмитажға зерттеуге апарған. Қазіргі күнге шейін, әлі күнге шейін сол Эрмитажда залда тұр, кез келген адам кіріп, қарап, соларды қайтарсақ шіркін дейсіз ғой. Енді оны әртүрлі себептер бар, саяси себептер бар, оны үкімет басшылары шешпесе ол қиын. Қанат аға, тарихшы деген кезде бізде ол кісілердің қоғамдағы образы кітапхана мен архивтерде отыратын, таңнан кешке дейін тек зерттеумен айналысатын мамандар. Енді солайына солай ғой. Бірақ біздің ғалымдар сонымен шектеліп қалып жатқан жоқ па? Біздің ғалымдарымыздың қоғамдағы жауапкершілігі қандай? Қазір білесіз, блогерлер немесе тағы да басқа танымал шоу-бизнестің адамдары өте қоғамда беделді, белсенді болып бара жатыр. Тіпті кейде солардың сөздері өтімдірек болып кететін тұстарымыз да көп емес. Біздің ғалымдар қоғамдағы өзінің беделін, орнын лайықты алып жатыр ма? Жалпы жауапкершілігі қандай ғалымдардың? Енді жалпы ғылым туралы мен айта алмаймын, жалпы ғалымдар туралы да айта алмаймын. Мен тарихшы ғалымдар туралы айтатын болсақ, енді тарихшы ғалымның басты мақсаты өзі зерттеген тақырыпты, яғни өз сол тарихты объективті түрде зерттеп, ғылыми еңбек жазып, жаңағы өзінің ғылыми ортасына, яғни көпшілікке де соны жеткізу, тарату. Кітап арқылы, мақала арқылы ма. Ал енді ары қарай оны көпшілік қалай қабылдайды, оны оқи ма, оқымай ма, ол енді тікелей сол жазған тарихшының міндеті емес. Оны ары қарай мысалы енді әртүрлі нелер бар, маркетинг дегендей. Ал енді қазіргі блогерлармен бізге тарихшыларға жарысатындай бәсекелеске ондайға бара алмайды ешқайсы тарихшылар. Өйткені блогерлар әртүрлі бір
не деуші еді, хайп дей ма, Иә, иә. хайп шығарғысы келеді, бір сенсация шығарғысы келеді. Мысалы шыңғыс хан осындай болды, мысалы жошы хан бүйтіпті, мысалы не дейді, өткен жолы кенесары хан болған жоқ дей ме біреу, біреу дейді кенесарының бас сүйегі табылды деп сенсация шығарады. Ондай сенсациялар енді кәсіби тарихшылар Қолдамайды. қолданбайды әрине. Енді ол нақты фактімен жұмыс істейміз, нақты дәлелмен жұмыс істейміз. Одан кейін мысалы бір нәрсе айту үшін біз мысалы мен зерттеп жүрген тақырыбым Қазақстан жерінде, мен тақырыбым жошы ұлыс құрамындағы Қазақстан жері 13-15 ғасырда. Сол мысалы мен зерттеп жүріп, сол жаңағы кезеңде қандай оқиғалар болды, қандай тарихи процестер болды, соның бәрін зерттеп жүріп кітап қылып, мысалы міне мындай кітап шығардым. Сосын кітап шыққаннан кейін мен оны қарапайым тілмен сұхбат ретінде ме, мақала ретінде ме, подкаст ретінде ме айтуға болады. Бірақ мысалы көрген адам айтады, ал жақсы, мен сені көрдім дейді, ал бұл қай жерде дәлелденген десе, айтамын, міне кітап тұр, барыңыз, кітап оқыңыз, сондай болу керек. Ал енді мысалы қазір енді бәрі айта береді. Кітап оқымайды ғой сол. Сіздер айтуларыңыз керек сияқты көбірек. Әлеуметтік желіде белсенді болуларыңыз керек сияқты. Әлде ол тарихшылардікі емес па? Әлде ол ғалымдарға жат дүние ма? Жоқ, енді әртүрлі тарихшылар болады ғой. Кейбір тарихшылар енді шығады, әлеуметтік желілерге шығады, айтады, енді ол енді адамға байланысты. Бірақ енді қай жерге үлгересің бәріне мысалы. Мысалы бір нәрсе, бір факті табу үшін таңертең кешке дейін тарихшылар архивте отырады. Архивте мысалы бір ай отырады, бір фактіге Бір табады. факт үшін. Иә. Қаншама құжат қарайды. Ол құжатты ашып көріңізші, шан басып қалған. Жұмыс істеу қиын. Оның үстіне мысалы жарайды, енді қазіргі кезеңнің тарихы ол оңай, кириллицамен жазылған. Ал енді біз мысалы алашорда тарихын зерттейміз, қазақ газеттерін оқимыз, сол жерде төте жазумен жазылған, арабша әріптермен. Одан бұрын мүлдем қиын оқу, сондықтан ондай жаңағы қаншама еңбек, оның бәрін жаңа оқып, оның бәрін табу. Қоғамның әрбір дүниесіне араласа беруге уақытымыз жоқ дейсіз ғой. Сондықтан иә, тарихшылар енді өз еңбегін істейді, ары қарай енді көпшілікке оны енді жеткізетін әрине арнайы мамандар бар. Популяризатор дей ма? Сондай бір нелер бар. Енді ғылыми көпшілікке арналған бір еңбектер бар мысалы. Солар жеткізсін. Енді тарихшы ғалымдардың, жалпы ғалымдардың қоғамда өзінің орнын алу үшін енді оларға да әрине қолдау қажет қой. Егер де үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан жалпы ғылымға, соның ішінде жүрген ғалымдарға қолдау көрсетілсе, әрине олардың да абыройы өседі. Ал енді сондай мәселе бар. Енді соңғы сұрақ болсын. Орталық музейге көпшілік не үшін келу керек? Бұл жерден қандай құндылықтарды көре алады? Біздің музейге бір жарнама жасап жіберіңіз. Әрине біздің орталық ұлттық музейіміз бұл мәдениет, тарихтың бір ошағы. Неліктен келу керек? Біріншіден, әрине біздің тарихымызды көру үшін. Шетелден болсын, өзіміз болсын, осы музейге келіп, Қазақстанның ежелгі заманнан қазіргі заманға дейін тарихты біле аламыз. Бұл бірінші себеп деп ойлаймын. Екінші себеп әрине ол музейге келген адам өзінің жаңағы білімін, өзінің жаңағы сыни көзқарасын кеңейтеді. Өзінің жаңағы білім көкжиектерін кеңейтеді деп айтуға болады. Сол себептен келуге болады. Үшіншіден, жалпы музейге демалуға келуге болады. Қазіргі өмірде, жанталас өмірде, бәр жерге бәріміз асығамыз, жүгіреміз, күн көреміз, ақша табамыз деген кезде музейге келіп, бұндай әдемі нәрселерді көріп, суреттерді, заттарды, эстетикалық талғамын көтеріп дейсіз. Сонда біз демалып қаламыз, сергіп қаламыз. Сосын біз өмірдің мағынасын түсіне бастаймыз. Өйткені қараңыз, қаншама мыңдаған жыл өтті. Әр кезеңде сондай біз сияқты адамдар болды. Олардың әрқайсының әртүрлі проблемалар болды. Қайда ол проблемалар? Сондықтан біздің проблемамыз түк емес екен. Неше түрлі біздің тарихымыз қиындықтан өтті. Қиын кезеңде болды, жақсы кезеңде болды. Бірақ дегенмен соған шүкір, біз жеттік. Осындай жаңағы мемлекетіміз бар.
музейіміз бар, Мгм. соны біз көре аламыз, жеткізе аламыз, сол үшін келіп қарап, Мгм. соның ішінде де алтын орда залымыз бар дегендей, ол да бір үлкен жетістік меніңше, соны да көріп демалуға болады. Рахмет сізге. Біздің көрермендеріміз сіздің айтқан бүгінгі ақпараттарыңыздан өзіне керегін алды деп сенеміз. Ары қарай да жазарыңыз таусылмасын, шабытыңыз. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Иә, Иә. тағы шақырамыз бұйырса. Жақсы. Иә, қымбатты достар, бүгін бізде қонақта болған тарих ғылымдарының кандидаты, белгілі ғалым Қанат Өскенбай. Подкаст көріңіздер және арнамызға жазылып қоюдан ұмытпаңыздар.